Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге Амангүл Жұмабек қызы. Бүгін сіздермен желіде хит болып жатқан маклюбе тағам дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге күріш, ет, картоп, сарымсақ, пияз, сәбіз, қызанақ, қияр және айран. Кез келген айранды қолдана бересіз және дәмдеуіштер және тұз қажет болады. Видеода көрсетілгенде етімізді, картопымызды, сәбіз, жуамызды барлығын дәл осылай турап шығамыз. Ең алдымен табамызға май құйып, үстіне сәбізімізді салып, екі жағын қызарғанша қуырып аламыз. Дәл осы видеодағыдай аудара отырып пісіреміз. Енді үстіне картопымызды салып, дәл солай екі жағы қызарғанша қуырып аламыз. Піскен картоптарымызды бөлек ыдысқа салып дайындап қоямыз. Осы уақытта күрішімізді 4-5 рет жақсылап жуып аламыз. Енді табамызға май құйып, жуған күріштерімізді 5-10 минутқа қуырып аламыз. Күрішіміздің асты күйіп кетпес үшін араластырып отырамыз. Енді етімізді жақсылап қуырып аламыз. Етіміз қуырылғаннан кейін үстіне су құйып, тағы да бетін жауып қайнатып аламыз. Күрішіміз қуырылғаннан кейін үстіне тұзымызды, дәмдеуішімізді және зирамызды салып, үстіне су құйып, жақсылап араластырып аламыз. Және бетін жауып, суы тарылғанша бұқтырып аламыз. Етімізге де тұз салуды ұмытпаймыз. Міне біздің күрішіміз дайын болды. Енді салатымызды дайындағанша отты өшіріп, бетін жауып қоямыз. Енді салатымызды дайындаймыз. Салатымызға қиярымызды, қызанағымызды дәл осы видеодағыдай көбейтіп турап шығамыз. Және мен үстіне жарты пиязды турап салдым. Сіздер салмасаңыздар да болады. Және тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Маклюбемізді дайындауға осындай асты қалың таба керек. Үстіне аздап май құйып, пиязымызды дәл осы видеодағыдай салып шығамыз. Кейін үстіне піскен сәбізімізді саламыз. Енді үстіне етіміз бен сарымсағымызды саламыз. Етіміз көп болса, маклюбемізді сонша дәмді болып шығады. Енді үстіне піскен картоптарымызды барлық жеріне жеткенше салып шығамыз. Ең соңында піскен күрішімізді тығыздап салып шығамыз. Соңында мен тағы да қасықтың көмегімен күрішімізді тағы да басып шықтым. Өйткені маклюбемізді табамызға аударған кезде барлығы да шашырап кетуі мүмкін. Сондықтан жақсылап басып шығыңыздар. Енді пиязымыз піскенше тағы да отқа қойып бетін жауып қоямыз. Маклюбеміз дайын болды. Енді дәл осы видеода көрсетілгендей маклюбемізді табамызды аударып, қасықтың көмегімен дәл осылай түсіріп аламыз. Табамызды аударатын табаққа темір немесе шыны ыдыс таңдағаныңыз дұрыс. Өйткені пластмасс ыдыс балқып кетуі мүмкін. Мен бір шетін тығыздап салмаппын, сондықтан дәл осылай шашырап кетті. Мен дұрыстап салып қойдым. Сіздер сол қателікті жасамаңыздар. Енді маклюбеміздің 4 жағына салатымызды салып шығамыз. Енді қалған ашық жерге айранымызды құйып шығамыз. Міне біздің маклюбе тағамымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Дәмі енді ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз және қоңырау батырмасын басып, менің әр шыққан видеомды біліп отырыңыз. Сіздермен бірге болған Амангүл Жұмабек қызы. Астарыңыз дәмді болсын.